Бүгін сіздерге WebMoney арқылы Alipay'ге 20 мыңды, яғни 50 омызыны қалай юанға аудару туралы айтатын боламын. Өзім заявка жасайтын боламын. Жасап көрсететін боламын. Ол үшін біз WebMoney'ге кіресіздер, пополнить дейсіздер, басқа жерін баспайсыздар. Exchanger Money арқылы кіресіздер. Все варианты деп таңдаңыздар. Енді Alipay болғандықтан біз екіншісін таңдаймыз, электронный деньги дегенді. Біз бұмызы сатып алып қойдық уже. Енді Alipay'ді таңдайсыздар. Бұмызыны кен юанда тұрады. Басқа жерлерін баспайсыздар. Alipay бұмызы юанда тұрады. Бізде 50 бұмызы бар. Біз 50-дің бәрін заявкада жазбаймыз, себебі комиссиясы бар өзінің. Сол үшін біз 48 деп жазамыз. Мысалы, сіздерде 100 болатын болса, 98 деп жазасыздар. Енді 48-ге қанша келеді? 295 келеді екен. Покупканы көресіздер. Кен продажаны көресіздер. 48. Арасында разница болады. 20 разница болып тұр. 20 юанға разница болып тұр. Енді біз өзіміз заявка жасайтын боламыз. Ол үшін продать на своих условиях дейміз. Енді жазамыз. Бізде қанша бар бұмызы? 48 дейсіздер. Сізге қанша керек? Соны жазасыздар. Біз қазір 290 дейміз. Кейін Alipay аккаунттарыңызды жазаңыздар. Жазғанда +7 деп жазбайсыздар, или 8 деп жазбайсыздар. 7 сызықша номеріңіз жазасыз. Атыңызды, фамилияңызды, өздеріңіздің загранпаспортта қалай жазылған болса, сондай қылып английский жазасыздар. Любой аттестат таңдай беріңіздер. Мына жерінде. Біз 290 дегеніміз ортасындағы санды алдық. Подать заявку дейміз. Создать свою заявку дейсіздер. Заявка шыққаннан кейін жасыл болып, заявка успешно создана деп шығады. Кейін біз
вернуться к списку дейсіздер да. Списктан көресіздер өздеріңізді. Біз продать на своих условиях дегенде покупкада шығады біздікі. 48 деп жазамыз. Міне біріншісінде тұр. Бізден кейін 295-те 66 деп жазылған. Сіздерде қаласаңыздар 290 емес, 294, 93, или 92, 91 ғып қойсаңыздар болады. Ол кезде де біріншісіне шығады. Сөйтіп, заявка істейміз 20 мыңға. Сонда санағанда біз 20 мыңды бөлеміз 290-ға. 20 мыңды бөлеміз 290-ға. Сонда 68-де 9-дан түсіп жатыр юань теңгеде. Сөйтіп есептейсіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, подписка жасап қойыңыздар.